Әлемде спортты жанына серік етуші адамдар көп. Денсаулық кепілі саналатын спортпен ер адамдар да, әйелдер де айналысады. Соңғы жылдары әйелдер ғана айналысатын спорт түрлері емес, қыз-келіншектер спорттың қиын, ауыр түрлерімен де айналыса бастады. Тіпті жігіттің жігіті қол жеткізген ерлер арасындағы рекордтық көрсеткіштерге таяп қалғандар да бар. Ақмола облысында да бетке ұстар, мақтан тұтар ару спортшылар баршылық. Мәселен, Ирина Некрасова мен Мария Грабовецкая Олимпиада ойындарында зілтемір көтеруден жүлдеге ие болып, әлемге танылды. Олардың жолын қуып, олар әкелген қуаныштарды жаңғыртып, бүгінгі таңда жарыстардан жүлдемен оралып жатқандар да бар. Жақында ғана жерлесіміз Әйгерім Төреханова шаршы алаңға шығып, тек қана жұдырықтасып қана қоймай, аяқпен де аямай соққы жасайтын кикбокстан республика чемпионы болып қайтты. Әйгерім Төреханова әйелдер арасындағы бокс және кикбокстан Қазақстан чемпионы атағына ие болған. Оның есімі Қазақстан мақтанышы кітабына енген. Ол рингте 100-ге жуық жекпе-жек өткізсе, кездесулерінің көбін нокдаунмен ерте аяқтаған. Жанкүйерлерінің мақтанышына айналған Әйгерім сіңіліміз жастайынан кикбокстың қыр-сырын меңгерген екен. Жуырда өткен жарыста алтын медальға қалай қол жеткізгені жайлы өз пікірін жеткізді. Менің қарсыласым Шымкент қаласынан болды. Өте мықты кикбоксер. Мен оны нокдаунға түсіріп жеңіске жеттім. Турнир жоғарғы деңгейде өтті деп ойлаймын. Мен бүкіл әйел затын алдағы мерекемен құттықтаймын. Оларға денсаулық тілеймін. Жасынан спортқа әуес Әйгерімнің кикбокспен шұғылдануына туған әпкесі Айдана Төреханова себепкер болыпты. Әлем чемпионатының қола жүлдегері, 2 дүркін Қазақстан чемпионы Айдана сіңілісін мақтан тұтып, жеңісімен құттықтауда. Мен сіңілім үшін өте қуаныштымын. Әйгерім жанұямыздың мақтанышы. Мен сіңілімді барша Қазақстан әйелдерін 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Әйгерімнің мұндай жетістіктерге жетуіне Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Енген Хегайдың еңбегі зор. Әйгерім мереке қарсаңында ең алдымен өзіне, анасына, әпкесіне және бүкіл әйелдер қауымына үлкен сыйлық жасады деп ойлаймын. Мен Әйгерімге сенім артамын, өйткені ол жауапкершілігі мол, мықты кикбоксер. Қазақстан чемпионы атағына ие болған Әйгерім қазір әлем чемпионатына дайындық үстінде. Әріптестері Әйгерімнің биік шыңдарда көрінетініне сенімді. Күнсұлу Хаметова, Самал Жүсіпова, Василий Вережников, Апта.